Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен үйде осы батон нанını бірге дайындайтын боламыз. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, нандарыңыз бір жасағаннан-ақ осындай керемет болып, жұп-жұмсақ, үлпілдек болып шығатын болады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең оригинальный рецептеріміздің бірі, ең алдымен біз нанымыздың қамырыны илеп алатын боламыз. Яғни ең алдымен табағымызға мен ұнымызды салып алдым. Енді ұнымыздың үстінен құрғақ аштығымызды салатын боламын. Яғни 5 грамм 1 шай қасық, сосын 1 шай қасық тұз, 1 шай қасықта құмшекер осылай салып алдым. Енді оның үстінен жылы суымызды құйып, оның үстінен сұйық майымызды құйып алатын боламыз. Енді қолымызбен араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз жұп-жұмсақ, қолға жабыспас болып осылай болуы қажет. Яғни қамырды қатты етіп илеп қоймаңыздар. Енді қамырымыз көтерілгенше бетін жауып жылы жерге қойып қоятын боламыз. Міне осылай қамырымыз көтеріліп шықты. Енді мен азғантай сұйық майға қолымды батырып, осылай қамырымызды табағымыздан алып алатын боламыз. Яғни қамырымыз қолымызға жабыспайды. Қамырымызды осылай қолымызбен басып тұрып, жайып шығатын боламыз. Және осылай бір-бірінің үстінен қабаттап қойып аламыз, немесе орап алсаңыздар да болады. Енді осылай ораған соң үстінен тағы да басып, шеттеріні дұрыстап, мен осылай жаңағы пергамент қағазының үстінен қойып алатын боламын. Пергамент қағаз болмаса, фольга немесе листі майлап жіберіп қойсаңыздар да болады. Осылай батончик нандарымыздың шеттеріні дұрыстап болған соң, тағы да 20 минутқа осылай бетін жауып қойып қойыңыздар. 20 минуттан соң қамырымыз осылай көтеріліп шықты. Енді мен осы пергамент қағазымен бірге листке салып алатын боламын. Енді нанымыздың үстінен сүт немесе суды осылай жағып алсаңыздар болады. Мен сүт жақтым, егер сүт болмаса, кәдімгі сумен осылай жағып шықсаңыздар болады. Енді мен осылай үстіні пышақпен кесіп алатын боламын. Міне осылай кесіп алдым. Енді нанымыздың үстінен осылай ұнымызды, азғантай ұнтағыны шашып шығатын боламыз. Және 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің нанымыз дайын болды. Үлпілдек, өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ас болсын.